Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін таңғы асқа ерекше дәмді әрі пайдалы күріш ботқасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Күріш ботқасын әр өңірде әртүрлі атап жатады. Сыр күріш, сүт көже деп те атайды. Бұл каша өте дәмді болып шығады, әрі жасалу жолы да өте оңай. Алдымен ыдысымызға жарты кеседен аса күрішімізді салып, жақсылап 2-3 рет жуып аламыз. Жуылған күрішіміздің үстінен 2 кесе толы су құямыз. Газдың астын жағып, күрішіміздің үстіне жарты шай қасықтай тұз салып араластырып жібереміз. Суымыз қайнай бастағанда газдың астын өте баяу етіп қойып, осылай бір араластырып жібереміз. Бетін жауып, шамамен 20 минуттай баяу отта пісіреміз. Арасында қақпағын ашып көріп, қасықпен бір қозғап жібереміз, өйткені күріштің асты жабысып қалуы мүмкін. Күрішіміз 20 минут уақытта осындай әдемі болып, суын өз бойына тартып пісіп тұрады. Қазір оның үстінен 2 кесе толы сүт құямыз. Сүтті молырақ құя берген дұрыс болады, себебі күріш өзінің бойына сүтті тез тартып алады. Сүтіміз қайнай бастағанда оттың астын тағы баяу етіп қойып, 7-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің күріш ботқамыз осымен дайын болып пісіп шығады. Қалауыңызға қарай осы кезде шекер, май қосып жіберсеңіз болады. Мен 2 ас қасық шекер және шамамен 30 граммдай май салып жібердім. Күріш ботқасы осымен дайын болды. Дастарханға ұсына берсек болады. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әлі алда түрлі рецепттер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.